Айша анамыз пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уәсәламнан қадір түнінде не айтсам болады деп сұрағанда, осы дұғаны айтуға кеңес берген. Уа жаратушы ием, сөзсіз сен кешірімдісің, әрі кешіруді жақсы көресің, мені кешіре көр. Және мына дұғаларды айта жүріңіз. Я Алла тағала, сенен басқа тәңір жоқ. Сен кемшіліктен пәксің. Мен шынында өзіме зұлымдық етіп қойдым. Я Алла, тәніме саулық бер. Уа Алла, жанарыма саулық бер. Сенен басқа ешбір құдай жоқ. Уа Алла, мен күпірлік пен жоқшылықтан өзіңе сыйынып, пана сұраймын. Сондай-ақ қабір азабынан өзіңе сыйынып, пана сұраймын. Сенен басқа ешбір құдай жоқ. Я Алла, мені өмірдің қиындығынан сақта. Мені ең жақсы істермен жақсы мінезге жетелей көр. Өйткені оның ең жақсысына сенен басқа ешкім жетелей алмайды, және оның жаманын менен айықтырғайсың. Өйткені оның жаманынан мені сенен басқа ешкім де айықтыра алмайды. Я Алла, көбейте көр, кемітпе, сыйлы қылда, бейшара қылма, бере көр де тыя көрме, бізді таңда да құр қалдырма. Уа Алла, барлық істерімнің соңын жақсарт, дүние құрлығынан және ақырет азабынан құтқар. Я Аллах, барлық мадақтың сенікі екендігі арқылы сұраймын. Сенен өзге құдай жоқ. Уа сый беруші, уа көктер мен жерді ғажайып жаратушы, ұлылық пен шексіз жомарттықтың иесі, мәңгі тірі, мәңгі өздігінен тұрушы. Я Алла, сенің Алла, бір әрі жалғыз, тумаған әрі туылмаған, мұңсыз және теңдесің жоқ екендігің арқылы сұраймын. Менің күнәларымды кешіре көр. Шынында сен аса кешірімшіл, өте рахымдысың. Я Алла, менің естуімді, көруімді, мінезімді, сырт келбетімді, отбасымды, өмірімді және амалымды берекелі етуіңді сұраймын. Ізгі амалдарымды қабыл еткейсің. Сенен жәннаттағы биік дәрежені сұраймын. Я Алла, шынайы иман, иманды көркем мінез, артынан бақыт ілескен табыс, сенен келетін мейірім және жарылқау, кешірім және разылығыңды сұраймын. Я Алла, істерімнің қорғаушысы болған дінімді, өмір сүретін дүниемді, қайтып оралатын ақыретімді түзегейсің. Өмірімді ізгі амалдарды көбейту, ал өлімімді барлық жамандықтан демалу қылғайсың. Уа Раббым, маған көмектесе көр, және маған қарсы көмектеспегейсің. Мені жеңіске жеткіз, және біреуге жығып берме. Мені тура жолға сал, және тура жолды маған жеңіл қылғайсың. Уа Алла, шындығында мен өзіңмен дәрменсіздіктен және жалқаулықтан, қорқақтықтан, кәріліктен, сараңдықтан сақтанамын. Сондай-ақ өзіңмен қабір азабынан және тіршілік пен өлімнің сынақтарынан сақтанамын.